Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін сіздерге «Кто там?», яғни «Бұл кім?» атты фильмді қысқаша баяндап беретін боламын. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз үшін бірер секунд, ал біз үшін үлкен қолдау. Қазақ тілдарынан бірге дамытайық, ал біз бастаймыз. Еван мен Карен жас жұбайлар. Бөлмеге екі баласы кіріп, Еванды әкелер күнімен құттықтайды. Карен табысты мүсінші, балалармен демалысқа шықпақшы. Отбасында Маймыл есімді иті бар, оны Еванға қалдырмақшы. Өйткені Еванның иығы ауырады, оның үстінде жұмысы көп, сондықтан ол отбасымен демалысқа шықпайды. Оларға Кареннің көмекшісі Луис келеді. Әйел адам оған мүсінін көрмеге апаруға тапсырыс береді. Луис, Еван екеуі кешке үйде ойын-сауық ұйымдастырамыз деп қалжыңдайды. Балалар күліп, әкесі олай жасамайтынын айтады. Карен көмекшісіне мүсінге дұрыс қарауын сұрайды, себебі ол өте нәзік. Ер адам отбасын шығарып салып үйіне кіреді. Кеш батады. Далада жауын жауып тұр. Еван музыка тыңдап жаңа жобасын жасауда. Оған Карен хабарласып демалыс орнын көрсетеді. Бірер минуттан кейін Еванның үйіне біреу келіп есік қағады. Ер адам есікті ашып екі жас қызды көреді. Олар бір үйді іздеп жүргенін, өте шаршап қалғандарын айтады. Ер адам қыздарға кіріп телефонмен хабарласып алуларына рұқсат береді. Қыздар ғаламтор қолдануға болама деп сұрайды. Еван рұқсат береді де сүлгі мен айпатын береді. Олар танысып жақын сөйлесе бастайды. Дженнисис оларды алып келген такси мүлдем басқа жерге әкелгенін айтады. Еван такси шақырып, көлік 45 минуттан кейін келетінін айтады. Қыздар киімін кептіріп қоюын сұрайды. Еван телефондарын алып күріш ішіне кепсін деп салып қояды. Ер адам қыздарға шай құйып береді. Қыздар халат киіп алған. Еван қыздардың киімін кір машинасына салуға кеткенде, олар музыка қосып билей бастайды. Еван бұрын диджей болғанын айтады. Қыздар Еваннан отбасы жайлы сұрап қырындай бастайды. Еван ыңғайсызданып, кейінірек отырады. Қыздар ұятсыз әңгіме айтып, төсекте нені жақсы көретіндерін айта бастайды. Қыздар әйелінің суретін көріп, әдемі екенін айтып, мүсінін қарай бастайды. Еван әйелінің Лос-Анджелесте көрмесі болатынын айтады. Қыздар тағы әдепсіз ерсі қылықтар жасай бастағанда, ыңғайсызданған Еван такси 20 минуттан кейін келетінін айтады. Белл мен Дженнисис тұрмысқа шыққанда төсекте 3 адаммен тәжірибе жасайтынын айтады. Олар ер адамды тағы да аймалай бастағанда, ол 3-ші рет алшақтап кетеді. Олар стюардессаға оқуға түскенін, әр қалада ашыналары бар екенін айтады. Дженнисис ваннаға кетеді. Ол жоқ кезде Еван әуен қосады. Белл билей бастайды. Ер адам жастық шағын есіне алып әуенде әрлей бастайды. Қыз Еванның қолынан ұстап билейді. Сол кезде қыз сүйіп алғысы келгенде ер адам бас тартады. Такси келгенде Еван душқа түсіп жатқан қыздарға барады. Олар оны арбай бастайды. Бірақ Еван олай жасай алмайтынын айтады. Сол сәтте қыздар Еванның киімін шешіп дегенін жасайды. Такси кетіп қалады, ал Еван екі арудың құшағында ұйқыға кетеді. Таң атысымен Еван астына түскенде қыздар әлі кетпеген. Олар бөлмені шашып тастаған, кету ойларында да жоқ. Еван қобалжи бастайды. Оған әйелі қоңырау шалғанда ол далаға жүгіріп шығады. Қыздар болса терезеге жақындап қалжыңдай бастайды. Еван ашуланып қыздарды қылмақшы болады. Олардың кеткісі жоқ. Белл мен Дженнисис әйелінің жасаған мүсінін бүлдіріп тастайды. Ер адам полицияға хабарласпақшы болғанда, олар кәмелеттік жасқа толмағандарын полицияға айтса өзін қамайтынын айтады. Ер адам оларға ақша ұсынады. Үйге массажист әйел келгенде ер адаммен тұрған Дженнисисті көреді. Әйел Еванның бұл ісі жаман екенін, бірақ бұл оның жұмысы емес екенін айтып кетіп қалады. Қыздар енді сенің қандай екеніңді бәрі біледі дейді. Ер адам ашуланып полицияға хабарласқанда, қыз тұтқаны қойып, үйден кетуге келісім береді. Қыздарды апарып тастап, үйіне қайтып келіп жинастыра бастайды. Кеш батқанда Еван жұмыс жасап жатып бір шуды естиді. Астына түскенде әйелінің суреті жерде жатқанын көреді. Суретті алмақ болып жерген кейгенде қыз басынан ұрып талдырып тастайды.
Есін жиған ер адам төсекте байлаулы оянады. Еван қалтасынан телефонын алмақшы болады. Сол сәтте бөлмеге кішкене қызының киімін киіп алған Белл кіреді. Еван өзін босатуын сұрайды. Қыз болса кішкене бала ұқсап ақмақтанып біресе сүйіп, біресе ұрады. Оған әйелі Карен хабарласады. Қыздар оған бәрін көрсетпекші болғанда, Еван бүрісімен жақындасуға келісім береді. Болған жайтты Дженнисис телефонға түсіріп алады. Бір сәтте Еван қолын босатып, қызды үстінен итеріп жібереді. Ер адам Дженнисиске келгенде, ол ауыратын иығына шанышқы тығып алады. Еван ауыр жарақаттан есінен танып қалады. Қыздар Еванды орындыққа байлап қойып, өздері қуа бастайды. Сосын құлаққап кигізіп, әйеліңе өтірік айтқандай, біз де саған өтірік айттық дейді де қинай бастайды. Қыз Еванға сұрақ қояды. Қате жауапқа қатты дыбыс қосып жігітті қинайды. Дженнисис бұл ойында қанша үйлі ер адам тірі қалды дегенде, Еван ешкім деп дұрыс жауап береді. Қыздар ер адамға өзіне жаза таңдауын ұсынады. Түрме, піштіру немесе өлім. Еван жауап бергелі жатқанда есікті Луис қағады. Қыздар Еванның телефоны арқылы оған үйде жиендері бар екенін жазады. Луис кіріп қыздармен танысады. Луис мүсінді алмақ болғанда оның қатты бүлінгенін көреді. Ол бірден қыздар бөтен екенін аңғарады. Дженнисис ер адамды арбамақ болғанда оған көнбейді. Луис Еванның даусын естіп көмекке барғанда, қыздар мүсінді қирата бастағанын естіп, жүгіріп барып бөлшекке шалынып түсіп мерт болады. Еван қыздарға Луисті өлтірдіңдер дегенде, қыздар жоқ, оны Карен мүсінімен өлтірді дейді. Сосын қыздар өлі денені газетке орап мүсінге айналдырады. Қыздар Еванның атынан Луиске қоқан-лоққы көрсеткен хат жазып, ер адамды кінәлі көрсетпекші болады. Еван өзінің отбасын жақсы көретінін айтқанда, Дженнисис сен әйеліңе опасыздық жасадың, сенің жазаң өлім дейді. Еван сендер солай істеуге мәжбүрледіңдер деп айқайлайды. Түнде қыздар Еванға көр қазады. Сосын Еван есі ауысқан екеуі бұрыннан оны бақылап жүргенін сезеді. Үйін қиратқанына Еван үнсіз қарап отырады. Сосын қыздар Еванның тапаншасын тауып алады. Ер адамның 90 минут уақыты қалды. Қыздар оған 30 секунд ішінде тығыл, сені таппасақ бұл үйден кетеміз дейді. Еван пышағын алып тығылып қалады. Үйден қашып бара жатып сүрініп қалады. Оны тауып алады. Таң атқанда Еванды басын ғана шығарып көміп тастайды. Қыздар егер әйеліңе бәрін айтсаң сені кешіреміз дейді. Еван оларды алдамақ болғанда мүсінмен басын жарайын деп қалады. Қыздар бұған дейін қаншама еркек әйелін жақсы көрсе де ешкім беттерін қайтармағанын айтады. Сосын анайы видеосын ғаламторға жүктеп Еванның алдына қойып кетеді. Ер адам қолын шығарып байқаусызда лүпіл басады. Үйіне отбасы оралады. Шашылған үйді көріп баласы әкем сауық сайран құрған ба дейді. Кейін Еван қыздарды тауып кегін алады. Жаңа шыққан видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздермен Киномен.